Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар, құрметті көрермендер, қалайсыздар, көңіл күйлеріңіз қалай? Достар, бүгін Азия дауысына қорытынды жасайтын күн, себебі Азия дауысының 4 күнінде де болдым. Аз-аздан үзінді. Ал олай болса, кеттік. Высокогорный стадион планеты. И сейчас... Артисты все готовы? Да, готовы. I'm about to step in the ring for the fight of my life. Hit my knees and I strap on my gloves. Boy, I've been prepping since like I was 7. And thing is, I'm already covered in blood. Rocking in love. This for the ones who've been stuck in the mud. Searching for hope. Trust me, I know what it feel like to drown in my problems. But God came and threw me the rope. Can't wait to look in his eyes. All of my life, I've been battling lies. I found the truth and took off my disguise. Come from my head, I still live for the prize. Whoa, whoa, whoa. I was in the city going down, trying to blow. Everything changed when I learned to let it go. Hopping on stage, I ain't in it for the show. Only got one life, so I gotta let them know. В 90-е годы нам было очень мало лет, мы очень радовались этому конкурсу, каждый год приезжали несколько лет подряд. Азия дауысының оралғанына өте қуаныштымын. Азия дауысының 19 жылдан кейін қайта жаңғыруы. Фестивальдің бірінші күнінде өнер көрсеткен жұлдыздарға тоқтала кететін болсақ, Зак, Ерке Есмахан, Ғалымжан Молданазар, Ирина Қайратовна сынды жұлдыздар өнерлерін көрсетіп халықты тәнті қылған болатын. Ал екінші күні фестиваль бастала салысымен американдық Black Eyed Peas атты хип-хоп тобы медеуді дүр сілкіндірді. Сөздің шыны керек, атмосфера мүлде бөлек болды. Менің ойымша алматылық тыңдармандар үшін бұл өте үлкен тосын болды деген ойдамын. Өнерлерін тәмамдап қоштасар сәтте көк туды арқасына іліп ән шырқады. Бұл сыйластықтың символы деп білемін. Үшінші күнде де айтпай кетсең болмайды. Өнер көрсеткен эстрада жұлдыздарына келетін болсақ, Роза Рымбаева, Али Оқапов сынды жұлдыздар өнерлерін көрсетіп халыққа көңіл күй сыйлады. Ал кешіміздің басты хедлайнерлері Ялла тобы мен швециялық Secret Service топтары болды. Әрине өте жоғарғы деңгейдегі көңіл күйді, өте жоғарғы деңгейдегі атмосфераны сыйлады. Оған танцполдағы халық дәлел. Және де мені ең таңғалдырған тосын сый ол дрондар шоу болды. Сіздермен бірге болған Қиябаев Мәулетхан, назарларыңызға